Серхат, сабыр сақташы, тоқта, сөйлесейік. Мені кім жала жапты? Не жатпа? Оған айт, осында келсін, бетпе-бет сөйлесейік. Маған қалай бұлай істей алдың? Ағаңның әйеліне қалай бұлай істей алдың? Кадердің әкесі мен емес, Тибет. Мен саған айттым ғой, дыңқ тестін әкелдім. Өзің бәрін көрдің. Сен нәтижелерді қолдан жасап, оны маған күдік тудырмас үшін әдейі ұйымдастырдың. Бар болғаны осы. Жоқ, мен сені күштеп апарамын. Тест тапсырасың, менің көзімше тапсырасың, түсіндің бе? Өміріңде бір рет болса да адам болып шындықты айт. Жихан өзі биіктіктен құлап кетті. Зейнеп, естіп тұрмын. Неге хабарласпайсың? Мен уайымдап отырмын, қайдасың? Мен Бераққа бара жатырмын. Үйден шыққанда солай деген едің. Қанша сағат өтті? Не істеп жүрсің, Серхат? Айтшы маған. Алдымен оның көңілдесімен кездестім. Көңілдесімен бе? Иә, не істедің? Уайымдама, саған берген уәдемді орындадым. Саған не керек, Зейнеп? Сен Серхатты Жиханмен алдадың. Ұятсыз. Бұл не деген сөз? Серхат бәрін білді. Ол қазір саған бара жатыр. Қазірдің өзінде жетіп қалды. Ешқашан есікті ашпа, Берақ. Ашпа. Мен бара жатырмын. Мен саған емес, Серхат үшін бара жатырмын. Одан қорқамын. Есікті ашпа. Есікті аш, Берақ. Серхат үйді қиратып жатыр, ішке кіру үшін. Неге ашпайсың? Қорқып тұрсың ба? Қорқатындай не істедің? Қайда қашып бара жатырсың, Берақ? Неге тығылып жүрсің? Күнәларыңнан тығыла алмайсың. Есікті аш. Бүгін бәрін айтасың. Осындай жиіркенішті іске батылдық жеткен екен, онда алдыма шығуға да батылдық жетеді. Оны жайына қалдыр. Өз кірінде өзі тұншықсын, жоқ, ол мені де осы лас іске батырды. Жоқ, сүйіктім, жоқ. Жүр, Мұстафа, кешір, біз үйді реттеп жатырмыз, сондықтан қолымда шүберек. Гамзе, маған тұрмысқа шығасың ба? Не? Анам бізді бір-бірімізге лайық деп санайды. Аналар әрқашан дұрыс біледі. Мен оны бір рет тыңдамадым. Қарап тұрсам, сенің де қарым-қатынасың жоқ. Жоқ, бірақ. Онда, егер сен де келіссең, үйленейік. Мен келісемін, Берақ өлгісі келеді. Не істеп жатырсың? Мені жайыма қалдыр. Өлуге рұқсат ет. Жоғалып кеткім келеді. Жоқ, мен сені жібермеймін. Мен өлгім келеді, не болды? Зейнеп бірдеңе істеді ме? Иә, бәріне мен кінәлімін. Бірақ менен емес, өзіңнің ұлың Жиханнан сұра. Ұятсыз. Қарғыс атсын сені. Түкке тұрғысыз әйел. Иә, Алла жазасын берсін. Қызымды жібер. Саған жұмсаған еңбегім зая кетті. Қарғыс атсын. Сен телефонда ештеңе айтпадың. Ақпарат пайдалы болды ма? Енді сол үшін не қалайсың? Тура айт. Бір қонақ үй бар. Соны маған қалдыр. Жақсы, онда мен ұсынысымды қайтарып аламын. Азра, өтінемін, мені тастап кетпе. Әрине, мен сені ешқашан тастамаймын. Сені үйге алып кетемін. Енді мен саған сен маған істегеннің бәрін жасаймын. Енді сен менің бейшара, қорғансыз тұтқыным боласың. Не қалайсың? Су құмыраға жете алмаймын. Не істеп жатырсың? Мен терезеге қарағым келді. Саған қабырғаға қараған дұрыс шығар. Саған мені қалай азаптағаныңды ойлау керек. Мен сені мүлде қозғалмайтындай етемін. Иә, сен су сұраған едің ғой. Суды төгеді, сен мені сол қорқынышты жерде қамап қойғанда, мен де шөлден өліп бара жатқанмын. Жихан, бұлай істеме. Мен 40 қабатты жек көремін. Білесің ғой. Білемін, сүйіктім, сондықтан да дайындадым. Мен сен жек көретін тағамдардың бәрін тізіп шықтым. Енді соларды кезекпен беремін. Яғни, мені азаптайсың ба? Сен мені қалай азаптасаң, мен де солай жасаймын. Өкінішке қарай, сенде ештеңеге аллергия жоқ екен,
әйтпесе тұншығып жерде аунап жататын едің. Мен мұны жемеймін. Қаласаң аш қал. Зейнеп пен Серхат марапаттау рәсіміне келді. Рахмет, бұл қонақ үй менің көзімнің қарашығындай. Көп жылғы еңбегімнің нәтижесі. Ашылған кеше ғана болғандай есімде. Осы уақыт ішінде көп нәрсе өзгерді. Жақсы сәттерде болды, жағымсыз тосын сыйларда кездесті. Білесіздер ме, біздің қонақ үйде қарулы шабуыл болды. Сол оқиғадан кейін ешкім бұл қонақ үйге келмейді деп айтылды. Көпшілік мен енді қайта көтерілмеймін деп ойлады. Бірақ олай емес. Мен қайта тұрдым, өйткені мен берілмеймін. Менің әйелім Зейнеп жақсылық әрқашан жеңеді деп сенеді. Соның арқасында мен де енді соған сенемін. Бұл марапат соның дәлелі. Сондықтан ол мен үшін өте маңызды. Рахмет, Серхат, мен анама оны бұл жерде көргім келмейтінін айтқан едім. Оны алып кетіп жоғалып кетіңдер. Жақсы, бірақ біз қайда барамыз, маған бәрібір. Тек ол бұл жерде болмасын. Серхат, сен мүлде дұрыс айтасың. Мен сені түсінемін. Мен де оны жек көремін. Бірақ өкінішке қарай, ол менің баламның әкесі. Кадир құлап қалды. Ант етемін, мен әдейі істеген жоқпын. Зейнеп әпке, мен кішкентай балаға қол көтеретіндей жаман адам емеспін. Сенің оны жақсы көретініңді білемін. Әрине, саған сенемін. Кадир де солай айтты. Бірақ ілкім, біз Кадирді асырап алу процесінде болғандықтан бұл жағдай бізді қатты алаңдатты. Жаман бірдеңе болуы мүмкін бе? Мүмкін, жаным. Егер қызметтер Кадирге қатыгезді көрсетіп жатыр деп күдіктенсе, оны бізден алып кетуі мүмкін. Севим ханым әңгімені естіп қалады. Не болды? Тағы да маған айтуды ұмытып кеткен бір қорлықты есіңе түсірдің бе? Аузыңды жап, мен сенің даусыңды да естігім келмейді. Бірақ мені мұқият тыңда. Бүгін Кадирмен бір оқыс жағдай болды. Оған не болды? Ештеңе ауыр емес, қолын жарақаттады. Жағдай жақсы. Бірақ бұл жағдай сотта саған пайда әкелуі мүмкін. Жақсылап қара, мен сұрақ қоямын. Мұнда кілттер бар еді ғой. Қазір қарайын. Бұл сенің кабинетіңнің кілті ме? Кейде өзіңді сол жерде қамап алатынсың. Азра, бер мұнда. Сен ол жерге мені де, анамды да кіргізбейтінсің. Қызық, қандай лас нәрсені жасырып жүрсің, Жихан? Азра, сен кабинетке кіре алмайсың. Қайдан алдың мұнша ақшаны? Қайдан дегенің не? Таптым, өтірік айтпа. Егер рас болса, олар банкта болар еді. Демек, сен оларды заңсыз тапқансың. Қандай іске былғанғаныңды білмеймін. Азра, ақшаны орнына қой. Бұл менің ақшам. Жоқ, енді бұл менің ақшам. Зейнеп үйдің барлық жеріне жаңа заттар алды, Серхатқа және қыздарға ұнады. Бера, Кадирді алып кетемін, сендер оған тиістіңдер деп айтады. Зейнеп Кадирді бергісі келмейді. Сен неге менің отбасым туралы өсек айтасың деп тиіседі Тюлайға. Зейнеп пен Кадир қашып кетеді. Неғып маған олай қарап тұрсың? Айт, Жихан, мені жылдар бойы қинады. Аққұбаға боянуымды сұрады. Кеудемді үлкейтуді талап етті. Тіпті аяқ өлшемімді кішірейтуді де қалады. Мен білмедім. Бірақ сен сездің. Сен оның қандай адам екенін бәрінен жақсы білдің, Берак, бірақ онымен ұрыспау үшін көз жұмып жүрдің. Сені құтқару менің міндетім емес. Дұрыс айтасың. Маған 50 рет пластикалық ота жасаса да, мен сен сияқты бола алмаймын. Өйткені сен қайталанбас арсың, Берак. Зейнеп Эбрудан ақша сұрайды, саябаққа алып келші дейді. Саябақта кездесейік деп айтады. Серхат Зейнепті іздейді. Серхат оларды құтқарады. Зейнеп қорқып кетеді, Кадир жоғалып кетті деп Зейнепті түрмеге қамайды.